Сапа табысқа апарар жол. Менің кайдзен философиясымен толығырақ танысуым 2016 жылы біздің Алель Агро компаниясының негізін қалаушысы Марғұлан Сейсенбай ағамыздан білім алудан басталды. Марғұлан аға өз компанияларының топ менеджерлеріне кайдзен орталығы ашылғанға дейін 8 айдай сабақ өткізді. Кайдзен орталығына алғаш рет 2017 жылы оқуға барғанымда осы философияны өз кәсіпорындарында қолданып жүрген бизнесмендермен таныстым. Олардың қатарындағы ірі зауыт басшыларының, құрылыс саласы менеджерлерінің, өнім шығаратын өндіріс иелерінің кейстерін көре отырып, олардың алдымен сапаны, содан соң ғана табысты алға қоятынына көзім жетті. Бұл ұстаным олардың зор табысқа жетуіне септігін тигізген екен. Ал бізбен бірге оқыған кайдзенді өз өндірістеріне енгізуге енді тоқталып жүрген курстастарым кейін оны сәтті қолданудың арқасында кәсіпорындарының табысы 2 есеге өсті. Кітапта олардың тәжірибесі туралы бірнеше мысал келтіріледі. Сапалы өнім мен қызмет жалпы кайдзеннің маңыздылығын нақты сипаттайтын пікір. Себебі жақсы табыс табу үшін жоғары сапаға қол жеткізуге тырысу керек. Қызметкерлерге үздіксіз білім беру, кайдзеннің ысыраптарын азайту, құрал-саймандарды уақытылы жөндеу арқылы ғана сапалы өнім шығаруға болады. Осы орайда мына жайтқа назар аудару қажет. Кайдзен философиясының атасы саналатын Эдвард Демингтің топшылауынша, жұмыс процесі барысында оның өнімділігі мен сапасының 98% жүйеге, ал 2% адамның іс-әрекетіне байланысты. Негізінен ақау жүйенің дұрыс ұйымдастырылмауынан орын алады. Көп басшылар керісінше оның себептерін адамның іс-әрекетінен көріп жатады. Құндылық пен ысырап. Кайдзеннің ең негізгі қағидасы құндылықты арттыру және ысырапты азайту мақсатында тұтастай немесе жекелеген процестегі күллі құндылықтар ағынын үнемі жетілдіру. Құндылық өнімнің не көрсетілген қызметтің тұтынушы үшін маңыздылығы. Дәл осындай құндылық үшін тұтынушы сол өнім үшін ақы төлеуге дайын. Кайдзен ұғымы жапон халқының ұлттық мінезінің негізгі қасиеті үнемділіктен туындаған. Ал кайдзен сол үнемділіктің бір бөлігі ғана. Осыған сәйкес әрбір кәсіпорын үнемді, яғни ысырапсыз жұмыс істеуі керек. Үнемді кәсіпорын барлық шығындардан тұрақты түрде арылуға, ысыраптарды болдырмауға бағытталған басқару қағидаты. Ресейлік әріптестерімнің бұл философияны үнемді өндіріс, бережливое производство деп атау тегіннен тегін емес. Себебі бұл атау оның күллі мағынасын екі ауыз сөзбен ашып тұрғандай. Үнемділікке қалай қол жеткізуге болады? Ең алдымен кайдзен, яғни күнделікті жақсартып отыру арқылы жүзеге асады. Өйткені үздіксіз өркендеу болмаса, алға ілгерілеудің, дамудың болуы да екі талай. Даму болмаса, шығындар ұлғая түседі, баға көтеріле береді, бәсекелестерден артта қалу байқалады. Сондықтан үздіксіз даму кез келген өндірістік компанияның негізгі ұстанымы болуы керек. Бұл жоғары жақтан күштеп енгізіліп, оқтын-оқтын елдің есіне түсіріп отыратын қажеттілік емес, керісінше, ұйымның іс-әрекеттерінен табиғи түрде көрініс табу қажет. Кайдзенді қалыптастырған үнемдеу ұғымы қызметкерлердің жалақысын азайтуды білдірмейді. Қызметкердің жалақысынан үнем жасау шығындарды азайтудың ең жұпыны да тиімсіз түрі. Мұндай үнемдеу кайдзен идеясына қайшы. Дәстүрлі менеджмент пен кайдзенді салыстырып қарасаңыз, үлкен айырмашылық байқауға болады. Мысалы, дәстүрлі менеджментте тауардың құны шығындар мен компания көретін табыстың қосындысынан тұрады. Демек, тауардың құны жоғары болады. Ал кайдзен бойынша тауардың бағасы ысыраптарды азайту арқылы табысқа жетуге бағытталады. Бағаны барынша төмен, ал сапаны жоғары ету үшін мына нәрселерді үнемдеу керек. Артық өндірілген өнім, артық қозғалыс пен тасымалдау, артық қорлардан арылу, уақыт ысырабы болмау үшін артық өңдеуге жол бермеу, ақау шығынын азайту және адамның тиімді қабілетін пайдаланбау. Байқасаңыз, Toyota өндірістік жүйесі Жапонияда да, шетелде де өзіне көп назар аудартқан жүйе. Себебі ол мұнай дағдарыстары кезінде жоғары табысқа қол жеткізген санаулы компанияның бірі. Toyota жетістігі туралы көп айтуға болады. Бұл компанияда мүлде қарыз жоқ.
Ол табысы бойынша ірі жапон банктерінен қалыспайды. Мұның бәрі ысыраптарға жол бермегендігінен болып отыр. Кайдзенге де зор танымалдылықты осы Toyota компаниясы әкелді. Олар кайдзеннің принциптерін автокөлік өндірісінде тамаша қолданды. Бизнес үдерістерді оңтайландыру арқылы қоймалардан құтылу керек деген шешім қабылданды. Осылайша қажетті бөлшектер дер уақытында жеткізушіден бірден конвейерге жеткізіліп отырды. Мұның бәрі кесте арқылы қадағаланып, керексіз үдерістерді жою арқылы жалпы тиімділік арта берді. Әр өндірісте әрі қарай дамытатын бір сала болатындықтан, бұл әр қызметкердің одан әрі қарай дамуына, әрі өндірістік үдерістердің жетілдірілуіне мүмкіндік берді. Басшылық мұның бәрін есепке алып, қызметкерді мадақтап отырды. Toyota мүлтіксіз сапа қадағалау жүйесімен танылған. Сол үшін 1966 жылы Жапония елінің сапа жөніндегі Japan Quality Control Prize деп аталатын ең керемет жүлдесін жеңіп алды. Toyota компаниясында қарапайым инженерден бастап вице-президентке дейін өскен Таити Оно шығындарды мүлде болдырмау мақсатында өндірістік үдеріс кезіндегі пайдасыз әрекеттерді топтастырып шығады. Кайдзенде пайдасыз әрекеттерді жапонша мура, мури, муда деп атайды. Жапонша аудармалары мура жұмысты толыққанды бітірмеу, операцияны орындау кезіндегі тұрақсыздық. Мури ұзақ уақыт бойы тоқтамай, үлкен жылдамдықпен жұмыс істейтін құрылғыға, операторға түскен салмақ. Муда сөзін профессор жазушы ағалармен ақылдаса келе қазақ тіліндегі ысырап деген терминге тоқтадық. Төмендегі сипаттамасын оқыған соң бұлардың расымен ысырап екенін түсінуге болады. Біріншіден, артық қозғалыс ысырабы. Зауытта жұмысшылар артық қозғалыстар жасайды. Себебі материалдар немесе жұмыс құралдары жақын орналаспаған, оларды ыңғайлы жерге орналастыру арқылы уақыт пен күшті үнемдеуге болады. Артық қозғалыс ысырабының себептері жұмыс орнын ұйымдастырмауы, нақты жұмыс нұсқаулықтарының инструкцияларының болмауы және де жұмыстың салмағының көбі. Екіншіден, уақыт ысырабы, әрекет пен операцияларға жұмсалатын уақыттың кетуі. Ал уақыт ысырабының себептері операциялардың жылдамдығы біркелкі емес, жұмыс орны және құрал жабдықтардың функционал бойынша орналасуы, өндіріс күші теңсіз партиямен өнім өндіруі. Үшіншіден, ақау ысырабы. Жұмыс кезеңінде неғұрлым көп ақаулар айқындалса, соғұрлым көбірек уақыт пен қаржы ысырап болады. Ақау ысырабы себептері: сапа бақылау учаскесі болмауы, нақты техникалық тапсырманың болмауы, мотивация жүйесінің жоқтығы және біліксіз мамандар. Төртіншіден, артық өндірілген өнім ысырабы. Мұндай өнім өтпей сөрелерде жатады да қажетсіз ысыраптарды ұлғайтады. Артық өндірілген өнім ысырабының себептері: алдын ала тым аса сатып алу, қорлар, сұраныста болмауы және сапасының төмендігі. Бесіншіден, артық тасымалдау ысырабы. Қажетті шикізат немесе өнімді бірден тиісті жерге тасымалдауды қамтамасыз етпейді. Артық тасымалдау ысырабының себептері: жабдықтар мен және жұмыс орындарының дұрыс орналаспауы, функционал бойынша жұмыскерлерді орналасуы дұрыс болмауы. Алтыншыдан, артық қорлар ысырабы. Артық қор біріншіден орын алады, екіншіден ұзақ сақталған сайын сапасын немесе маңыздылығын жоғалтады. Артық қорлардың ысырабының себептері: көп заттарды сақтаудың әдеті, көп партиямен өнімді өндіруі, біркелкі емес өндіру қарқыны және акциямен сатып алу. Жетіншіден, артық өңдеу ысырабы. Үдеріс кезінде қажетсіз өңдеу ысырапты көбейте түседі. Артық өңдеу ысырабының себептері: орындау процесіндегі технологиясын білмеу, өндірістік циклын толық білмеу, стандартизацияның жоқтығы, сапасыз шикізат пен материал. Осы 7 ысырапты Таити Оно топтастырса, 8-шісін адамның тиімді қабілетін пайдаланбау ысырабын Джеффри Лайкер ойлап табады. Осы 7 ысырапқа Кайдзен орталығында бірге оқыған курстасым Айнұр ханымның тәжірибесімен бөліспекшімін. Ол жұбайы Азамат мырзамен бірге Ақтөбе қаласында арнайы киім шығаратын Life Job компаниясын құрған еді. Оқу өз жемісін бірден бере бастады. Айнұр ханым фабрикада кеткен ысыраптарды көре бастағандықтан дұрыс жолда екенін түсінді.
Өндіріс қалдықтары қойылған қойма барлық өндірістік жайлардың 1/5 бөлігін алып жатқандығы байқалды. Келеңсіздіктер саны күн санап артып, шикізат өңдеу, дайын тауардың орнын ауыстыру және оны тиеу барысында туындайтын ысыраптар ұлғая түсті. Қоймада бос жатқан және өндіріс тізбегінен жойылып кететін барлық шикізат көп ақша тұратын. Бұл қаржы жұмысқа жұмсалып, пайда келе алғандығымен түк пайдасыз бос жатты. Осы ысыраптарды жою арқылы Айнұр ханымның кәсіпорны қосымша ақша таба бастады. 8-ден адамның тиімді қабілетін пайдаланбау ысырабы. Бағаланбаған, мотивацияланбаған қызметкерлер. Адамның тиімді қабілетін пайдаланбау ысырабының себептері: тік басқару жүйесі, жасырын жұмыс нәтижелері, мотивация жүйесі жоқтығы, фирманың миссиясы мен мақсатының жоқтығы. Джеффри Лайкер ойлап тапқан адамның тиімді қабілетін пайдаланбау жөнінде айтқанда, Nokia компаниясы туралы мына оқиғаны мысалға келтіруге болады. Nokia компаниясы қызметкерлерінің бірі Джоханнес Вааннен тарихта бірнеше жаңалығымен қалған тұлға. Ол әлемде алғаш рет экранның автоматты түрде айналуын қамтамасыз ететін функцияны, сенсорлы панельді, экрандағы саусақ іздерін танитын сенсорлы пернетақтаны ойлап тапқан. Алайда 2002 жылы Nokia және басқа да компаниялардың көрмесінде оның ұсынған жобасы қабылданбай қойған. Компания әлі мұндай өнім шығаруға дайын еместігін, тұтынушылар да тек саусақпен жұмыс істейтін құралды қолдануға құштар емес екенін айтып, мұндай өнім шығарудан бас тартады. Бұл жиында Nokia, Siemens, Ericsson, Alcatel, Samsung, Motorola сияқты компанияның өкілдері де болған. Джоханнес Вааннен басқа компанияларға да өзі ойлап тапқан жаңалықты ұсынып көрген. Бұл өнімді Apple компаниясының басшысы Стив Джобс сатып алады. 2007 жылдың қаңтарынан бастап осы уақытқа дейін үздік деп танылып келген Nokia компаниясы құлдырай бастады. Оған себеп мықты бәсекелестіктің пайда болуы. Apple компаниясы Nokia компания басшылығы қабылдамай қойған функцияны іске қосу арқылы жаңалық жасады. Сенсорлы панель арқылы жұмыс істейтін Apple өнімдеріне деген сұраныс үлкен қарқынмен өсіп, Nokia нарықта оны қуып жете алмайтын деңгейге түсті. Осылайша дер кезінде қызметкерінің тиімді қабілетін пайдаланбаған Nokia компаниясында құлдырау кезеңі туды. Кайдзен философиясын тек кәсіпкерлікте ғана қолдануға болады деген қате. Ол әмбебап құрал, оны кез келген салаға енгізуге болады. Осы атап өткен 8 түрлі ысырапты жою арқылы жетістікке жетуге болатыны мәлім. Кайдзен қолшатыры. Компанияда ысыраптардан бөлек басқа да проблемалар кездесуі мүмкін. Масааки Имаи өзінің еңбегінде Кайдзеннің қолшатыры ұғымын қалдырған. Проблемалардан қорғану үшін Кайдзен қолшатырын қолдануға болады. Қолшатырдың астында Кайдзеннің әдістері мен құралдары көрсетілген. Осы қолшатырға сәйкес, негізінен алғанда Кайдзен мынадай қағидалардан тұрады және осы қағидаларға сәйкес Кайдзеннің жеке құралдары пайда болады. Тұтынушыларға бағытталу. Кайдзенді қолданатын компания үшін ең бастысы өз өнімдерінің тұтынушыларды қанағаттандыруы болмақ. Мысалы, Марғұлан Сейсенбай ағамыздың компанияларында тұтынушылармен жұмыс істеу үшін арнайы бір бөлім ашылған. Кері байланыс арқылы компания сұранысты анықтап, бағыт-бағдарын жоспарлап, өнімнің сапасын жақсарта алады. Үздіксіз өзгерістер. Кайдзеннің негізгі қағидасы. Ол ұйымның барлық саласындағы үздіксіз шағын өзгерістерді меңзейді. Өндірісте, қамтамасыз етуде, сатуда, бухгалтерияда, қарым-қатынаста, сервисте, әдістемеде және тағы да басқа. Бизнесте ұсақ деген атымен болмайды. Сондықтан мұнда бәріне назар аудару керек. Басшылар да, қызметкерлер де үнемі нені жақсартуға болады, қалай жақсартамыз деген ойда болады. Ол үшін өз жұмыстарына тұрақты түрде талдау жасап, қай жерде, қашан кідіріс немесе кедергі болғандығын анықтап, оларды түзету жолдарын, әдіс-тәсілдерін қарастырады. Жақсартудың үздіксіз үдерісі тек жұмыстың жаңа әдістері мен құралдарын қолдануды меңземейді. Оған еңбектену, ынтымақтастық пен бірлесе әрекеттесудің жаңа нысандары да кіреді. Компаниядағы өзгерістер жоғарыдан төмен қарай жүзеге асырылады. Басшылар алдымен өздері өзгеріп, содан кейін ғана қалған қызметкерлерге үлгі көрсетеді. Бұл үшін менеджерлерде кәсіби және
әдістемелік құзыреттіліктерден басқа әлеуметтік дағдылар да болуы қажет. Яғни олар адамдармен тіл табыса біліп, олардың қалауын түсініп, олардың жаңаша жұмыс істеуге ынталандыра алуы керек. Қызметкерлер компаниясының миссиясы мен мақсатын тереңінен түсініп, соларға адал қызмет жасауы үшін басшылар қызметкерлерге толығымен жағдай жасап, оның барлық дерлік ұсыныстарын жүзеге асыруға тырысады. Үздіксіз өзгерістер мыналарды қамтиды: ұйымдастыру жүйесі, яғни басқару жүйесі, жауапкершілікті бөлу, бақылау тетіктері, бөлімдердің жұмысын үйлестіру. Басқару, мақсаттарды бөлу, жұмыс бағыттарын таңдау, командаларды құрастыру. Біліктілікті арттыру, тренингтерді жоспарлау мен өткізу. Жүйелілік, тұрақтылық пен жиілік, құжаттарды жүргізу, құрал-саймандар, қызметкерлерді қамту. Ынталандыру жүйесі, жаңаша жұмыс істеу бойынша айтылған ұсыныстарды қолдау, моральдық және материалдық ынталандыру тетіктері. Өзім жұмыс істеген Алель Агро компаниясында кайдзен жүйесі басшылықтан бастау алып, қызметкерлерге үйрететін арнайы тренинг болатын. Менде кайдзенмен қызметкерлерге арналған кезекті тренингте таныстым. Мәселелерді ашық түрде мойындау, барлық туындаған қиындықтар талқылауға ұсынылады. Өйткені мәселе жоқ жерде өркендеу мен жақсару болмайды. Сондықтан ауруын жасырғанның өлімі әшкере қағидасы бойынша әрекеттену керек. Бюрократиялық ұйымдардың жұмысының тиімсіздігі барлық дерек пен әрекеттердің ашық жарияланбауында, жұртпен бірге талқылау мен кері байланыстың жоқтығында, ақпараттың қозғалысы бұрмалау мен кешігумен жасалатындығында болып тұр. Проблемасыз мекеме болмайды. Таити оны айтқандай, ең басты проблемалардың жоқтығы. Сондықтан оларды жасырмай, ашық талқылауға шығару керек. Бірлесе шешім іздеу керек. Кемшілік айып емес, оны жасырған айып. Ашық болу және ашықтықты насихаттау. Өндірістің бөлімдері, қызметкерлері арасындағы қарым-қатынасты нығайту. Осы арқылы ұжымның ынтымақтастығын артып, қызметкерлер өндірістің ахуалы туралы хабардар болады. Ырыс алды ынтымақ, ынтымақсыз еш нәрседе мардымды болмайды. Сондықтан да басты назарды ынтымақты орта құруға аударып, бар күш-жігерді сенім, сыйластық, қарым-қатынас орнатуға салу керек. Жұмыс командаларын құру. Әрбір қызметкер бір жұмыс командасының және сапа қадағалау үйірмесінің мүшесі болады. Олар аптасына 2 рет кездесіп, туындаған мәселелерді талқылап, қандай шешім қабылдау керектігін ақылдасып тұруы керек. Мысалы, жаңа қызметкерлер бірігіп, алғашқы жыл жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің үйірмесіне кіреді. Бұл олардың кең ауқымды жұмысқа тіке қатысы бар екенін сезінуге көмектеседі. Жобаларды топаралық командалардың көмегімен басқару. Бірде-бір команда басқа командалармен араласпай тиімді түрде жұмыс істей алмайды. Бұған қоса команда мүшелері бір командадан екіншісіне жиі ауысып тұруы керек. Ауыс-түйіс жапон менеджментінің негізгі қағидаларының бірі. Қолдауға негізделген қарым-қатынас қалыптастыру. Ұйым үшін тек қаржылық нәтижелер ғана маңызды емес. Қызметкерлер арасындағы ынтымақ, олардың ұйым жұмысына қатыстырылуы да өте маңызды. Өйткені бұл жайттар міндетті түрде жоғары көрсеткіштерге алып келетіні сөзсіз. Горизонтальды көлденеңінен даму. Әр қызметкердің тәжірибесі бүкіл компанияның жетістігіне айналады. Әрбір тәжірибе бүкіл ұйымға таратылып, өзге қызметкерлердің назарына жеткізіледі. Кез келген ұйымның ең басты құндылығы қызметкерлер. Себебі бір басшының өндірісті жақсарту жөніндегі ұсынысынан гөрі ондаған немесе жүздеген, мыңдаған қызметкерлердің ұсыныстары анағұрлым тиімді болуы заңдылық. Әрине, бұл үшін қызметкерлерді қолдау, қызықтыру және қаржылай марапаттау керек. Сонда ғана олар компанияның жұмысына ықыласпен кірісіп, өз жұмысын тұрақты түрде жақсартуға мүдделі болады. Компанияда үздік нәтижесі үшін қызметкердің лауазымын өсіру, сыйақы беру арқылы көлденеңінен дамуды жолға қоюға болады. Өзін-өзі реттеуді, тәртіпке бағынуды дамыту, өзін-өзі және өзге қызметкерлерді, бүкіл ұйымды қадағалай білу және сыйлау. Мұнда бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін қағидасы бойынша ұйымда менікі емес, менің шаруам емес деген әңгіме болмайды. Керісінше, әр қызметкер өзін бүкіл ұйымның жұмысына тікелей қатысты және жауапты сезінеді. Өзін-өзі дамыту, өркендеу. Алдымен өзіңіз тікелей жауап беретін мәселелерді айқындау. Басқалар жауапты жұмысты емес, және соларды шешуді бастау. Әр қызметкерді қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету. Барлық қызметкерлер өз компаниясы туралы толық мағлұмат алуға құқылы. Ешқандай ақпарат құпия болмай, жұртқа ашық таратылса, әр қызметкер өз жұмысына тікелей қатысты сезінеді. Әр қызметкерге өкілеттіліктер ұсыну.
өкілеттіліктердің бір бөлігін қызметкерлермен бөлісу. Мұнда әр қызметке бір өкілеттілік ұсынылады. Бұл үшін ұйымда қызметкерлердің көп мамандықтар бойынша үйренуіне, олардың мықты білік пен мол дағдыны меңгеруіне мүмкіндік жасау қажет. Басқару дегеніміз жұмыс нәтижелерін бастапқы жоспармен салыстыру, кіріс пен шығыс ахуалдарын бір-бірімен салыстыру арқылы ұйымның қаншалықты дамып өскенін көруге болады. Бұл динамиканы көрсететін көрнекі құрал. Қорытындыны шынайы деректерге сүйеніп жасау. Кәсіпорын ахуалын талдау мен әрекеттерді таңдау, нақты фактілер, көрсеткіштер, сандық дәлел тағы да басқалардың негізінде жүзеге асырылады. Қиындықтың мәселенің себебін оның көрініс табуымен шатастырмау, мәселенің негізгі себебін жою және оның қайталанбауын қадағалау. Кемшілік айып емес, оны түзетпеу айып. Мәселенің салдарымен күреспей, кінәлілерді іздеп, оларды жазалап, қатысты қызметкерлермен бірігіп, оның пайда болу себебін анықтап, оны шешу жолдарын іздеген дұрыс. Сапа өндіру үдерісіне мейлінше ерте кіріктірілуі керек. Үдерісте сапаға жіті назар аудару. Тексеру сапаны тудырмайды, оны жақсартпайды. Сапаны не жақсартады? Кемшіліктерді ерте анықтап, оларды түзету және шығындарды азайту жақсартады. Стандарттау, бірлігіге келтіру. Қол жеткен жетістіктерді бекітетін, дағдыға айналдыратын әдістерді қолдану керек. Сапа стандарттарын құрастырып, оларды қадағалау керек. Туындауы ықтимал мәселелердің шешімін арнайы құжатта көрсету және ол әр қызметкерге қолжетімді болуы қажет. Стандарттар неғұрлым қарапайым болса, соғұрлым жақсы. Сол арқылы қызметкерлердің барлығы да өз жұмысын жақсартуға жұмылады. Бұған қоса қарапайымдылық қателесуді азайтып, сапаны көтереді. Жағдайды түсінгің келсе, бар да өз көзіңмен көр. Джеффри Лайкер. Мәселен, жұмыс орнында азғантай өзгеріс енгізу арқылы жаңа тәжірибе, әдет пен дағдыларды қалыптастырса, бұл өз кезегінде сананың өзгеруіне де әкелуі ықтимал. Осылайша өзгерістер мен эксперименттерді басшылардың кабинеттерінде емес, қызметкерлердің тікелей қатысуымен жұмыс орындарында жасау керек. Мұны кайдзенді гемба, жапонша жұмыс орны деп атайды. Жалпы алғанда кайдзен философиясына сай, сапаны қадағалау белгілі бір адамның немесе топтың шаруасы емес, ол күллі ұжымның еншісіне тәуелді іс болып табылады.